Бәріңе сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен Үйінік шоу арнасы және мен Пиларс. Бүгін біз Димаш Құдайберген қасып жатқан Альме Сингл жобасының 8-ші турын аударып тапсаймыз. Тамашалаңыздар. Қош келдіңіздер. Бүгін 8-ші жарыс, 4-ші раунд, 2-ші ойын. Екі жарыстың нәтижесін саралай отырып, ең төмен көрсеткіш жинаған әнші жобадан кетеді. Сіз бүгінгі жарыс туралы не ойлайсыз? Мені бүгін кішкене ауырыңқырап қалған Димаш қатты таңғалдырды. Шыны керек уайымдап отырмын ол үшін. Бірақ ол әнін айтып біткен соң сен екеуміз сабамызға түстік. Өте жақсы өнер көрсетті. Димаш, сіз түсіндіңіз ба? Шапалақтағанымызды ғана түсінген сияқты ғой. Қашада өнерлеріңіз келіп тұрған кезде осынау ағалық, әпкерлік ниеттеріңізді танытып, маған қатты уайымдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен мақтанамын мен. Әдеттегідей бірінші қазылар дауысынан алған үздік үштікті жариялаймыз. Үшінші орынды алған үш әріп. Бос па? Дұрыс! Біздің IQ жоғары екен ғой. Екінші орын. Бос емес, бірақ бұл жағдай жобаның тарихында болмаған нәрсе. Екінші орынды 4 адам алды. Бірінші орынды алған адамы жақсы болды ғой. Менің жауабым тым ұзақ, сондықтан айтпаймын. Қазір біз бірінші орын жариялаймыз. Бірінші орынды алған әнші жүлдені ұзақ күтіп еді. Бұл біз емес пе? Айқұс Арыстан тобы осыны ұзақ күтіп еді, солар қарап келші. Ұстай тұрайын. Мә, ұстай тұрыңдар кішкене. Қатты алым көп тұр. Бірінші орынды алған Арыстан тобы ма? Әлде басқалар ма? Әде айтып жатыр бар ғой. Бірінші орынды алған басқалар емес, Арыстан тобы. Құтты болсын. Жүлде алған қалай екен? Керемет. Болды енді маған бірінші орын керек емес. Кім ұстағысы келді? Мен бере алам. Қазылардың дауысы жалпы көрсеткішке әсер ететінін сіздер білесіздер, игіліктеріңізге жаратыңыздар. Ендігі кезекте 5 аудиторияның дауыс беру нәтижелерін айтамыз. Біз 4-ші орыннан бастаймыз. The Singer бұл жарыс, бірақ бұл әнші бәсекелестік туралы ұмытпады. Ли Цзэн, Терри, Биджен, Сэнди, олардың дауысында зор қару бар, бірақ оны көрсетпейді. 4-ші орын ол Сэнди Лин. Мен ойлағаннан да жаман екен. Көп па аз ба деп сұраса, мен 4-ші орын деймін. 4-ші орыннан кейін біз 2-ші орынды жариялаймыз. Неге үш емес? 3-ші орында алған адамның рейтингі үздікке кірмес бұрын төмен болуы тиіс.
Екінші орында алған әншінің өлеңінде көп хикаялар болды. Лидзен деп ойлаймын. 李健哥充满故事啊，太多故事了。 对，健哥肯定是大时代的故事。 Димаш ана махаббат туралы өлең айтқан 先 болатын. 用双手托起了爱，托起了生命希望的故事。第二名， екінші орын екі әншінің 两 біреуі. 位歌手当中， екінші орын 演的第二名，他演唱的 әншінің 一首 өлеңінде көп 充满 хикаялар 故 болды. 事的歌。 Лидзен деп ойлаймын. 李健哥充满故事啊，太多故事了。 对，健哥肯定是大时代的故事。 Димаш ана махаббат туралы өлең айтқан болатын. 先用双手托起了爱，托起了生命希望的故事。第二， екінші орын екі әншінің біреуі. 两位歌手当中， екінші орын 李健。 Лидзен. Рахмет. Менің ойымша бұл орын осы өлеңді шығарған авторға тиесілі. Тылсым күшке немесе отбасылық энергияға толы. Осы өлеңді кем емес айтып шықтым. Сондықтан мен осы өлеңді айтуымның арқасында ел әннің авторына мән береді деп ойлаймын. Әннің авторы өте керемет әнші. Лидзен, сіздің өнер көрсеткеніңізге біз де алғыс 聊 айтамыз. 这样一首让我们唏嘘不已的时代故事，谢谢你。谢谢。健哥这一首太好听了。 好，那么也可以看得出，今天我们的竞争非常的激烈。 Бірінші 本 орынды 场 алған 竞演的 әншінің 第一名， 啊，这么快？ 本场竞演的第一名，它是一首 өлеңінде 充 көркем 满 стиль 艺 болды. 术感的编曲。 志炫吧？你们那个没错。 那么我觉得符合 Мұндай 这个 стильді 条件的有 қолданған 志 Арыстан 炫、 тобы мен Терилин 狮 болды. 子。那么本场竞演的 бірінші 第 орынды 一名 алған 是，他就是一定要响亮的 Eka 喊出 сушилайш 第一名， денсаулыққа 所以要 пайдалы 对 дейді 口 ғой. 水中贵族。 келесіде нәтижені айтпай тұрғанда келіп судың бәрін ішіп қоямын деп айтшы. 迪玛西说，下一次您还没有公布的时候，我就要把水全喝了。广告商会来找麻烦的。本场竞演的第 бірінші 一 орынды 名 алған 林志 Терилин. 炫。 沾染了暮色它，千家万灯繁华。 Міне құрметті көрермендер, аудармамыз осымен тамам. Сіздерге бір жаңалық айтқым келіп отыр. Біздің арнада 1000 көрермен. Сартай Батыр айтпақшы. Ойыннан 13 Аян ауылдан 8 Құралдан Торғайдан 5-еуміз. Сартай, Жайықтан 10 келдік. Алтайдан 400 келдік. Сартай 100-ге жуықпыз. Жоқ бауырларым. Біз 1000-быз. Менің де, сенің де, бәріміздің кеудемізде дүрсілдеген мынау. Жұдырықтай жүректе 1000 жоңғарға татитын күш қайрат бар. Сіздерге көп рахмет айтам. Бұл арнаның алғашқы өрлеуі. Әлі талай қуанышты жаңалықтарда кездесе берейік. Қазақ ютубының дамуына сіз бен біз болып атсалыса берейік. Сіздермен болған Юник шоу арнасы және де мен Бейбарыс 9 сынып оқушысы. Қош, сау болыңыздар.